Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте қытырлақ, дәмді болып шығатын татарлық чак-чактың рецептісімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыз. Ең әуелі чак-чагымыздың қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 1 шай қасық уксус, 1 шай қасық сода менен шым-шым тұз және көз мөлшерінде ұн қажет болады. Жұмыртқаларымыздың барлығын бір ыдысқа шағып алған соң, венчиктің көмегімен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын араластырып, үстінен шым-шым тұз қосатын боламыз. Жұмыртқамызға тұз қосқан соң, үстінен ас содасын салып, венчиктің көмегімен бір шама қопсытып алып, шамамен 1 шай қасықтай уксус қосып жақсылап реакцияға түсіретін боламыз. Жұмыртқамыз осылай 2 есе көтеріліп, ағарып көпірген соң, үстінен аз-аздан қоса отырып, орташа қаттылықта қамыр илеп алатын боламыз. Орташа қаттылықта осындай қамыр илеп алған соң, оны міндетті түрде пленкаға орап қоямыз. Айта кететін жайт достар, қамырымызды салафанмен ораған кезде лажы барынша ауа қалдырмауға тырысыңыздар, себебі қамырымыз қап-қара болып қарайып кетуі мүмкін. Шамамен 20 не 15 минуттай тыныққан қамырымызды қайтадан салафаннан алып, тым жұқа емес, тым қалың емес, орташа қалыңдықта қамырымызды оқтаудың көмегімен айналдыра отырып жайып алатын боламыз. Міне достар, қамырымыз аса үлкен болып шықпайды, дәл осы видеодағыдай қалыңдықта жайып алатын боламыз. Жайылып дайын болған қамырымызды дәл осылай бір шетінен бірдей көлемде кесіп бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Чак-чактарымыздың қамырын дәл видеодағыдай кеспе-кескендей етіп кесіп алатын боламыз. Қамырымызды кесіп, алдын ала дайындап алған соң, отқа май қойып, орташа отта қызғанын күтеміз. Қызып дайын болған майымызға чак-чагымызды шетінен салып, қуырып ала беретін боламыз. Өзі ісіп, екі беті қызарып шығатын болады. Чак-чагымыздың құрамында сода болғандықтан, майымыз көпіршіп, көбігі шығып кететін болады. Бұдан еш қорқудың қажеті жоқ. Ал достар, осылай чак-чагымыздың қамырын жақсылап қуырып алған соң, тапаға аз ғана күнжіт қосып, қызарғанша осылай қуырып алатын боламыз. Негізінде күнжіт қосу міндетті емес. Енді чак-чагымызға қосатын сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 бокал қант, 3 ас қасық мед және 1 бокал су қажет болады. Барлығын бірге бір қосасыздар. 1 бокал қант болса, 1 бокал су қосасыздар. Осы үшеуінің барлығын бір ыдысқа салып, орташа отта шамамен 20 не 15 минутқа қайнатып алатын боламыз. Сиропымыз дайын болған соң, қуырып алған чак-чагымыздың үстінен қуырылған күнжітті салып, оның үстінен сироп қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сиропымызды ыстық күйде құйғандықтан, чак-чагымызды жақсылап араластырып алып, шамамен 5 минуттай суға қоятын боламыз. 5 минуттан соң дайын болған чак-чагымызға форма беруге кірісеміз. Осындай арнайы формаға немесе тапаға салып, үстінен су қолмен немесе майлы қолменен біртіндеп үстінен баса отырып нығыздайтын боламыз. Барлығын бір формаға салып, нығыздап, форма беріп алған соң, шамамен 3 сағатқа не 2 сағатқа холодильникке қатқанынша қойып қоятын боламыз. Содан соң дайын болған чак-чагымызды қонаққа тартсаңыз да, өзіңіз шай ішсеңіз де өте дәмді болады. Ал достар, осымен татардың классикалық чак-чагы дайын. Видео ұнаса лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыз.